Свет, меня слышно? Да, слышно. У меня просто подключился какой-то человек на батл, и я не знал, как отключить его. Так, дети развлекаются. Добрый вечер. Кто уже подключился, делитесь эфиром, пожалуйста, ставьте лайки. Мы сейчас будем подключать наших гостей из Варшавы. Вот Бекболат осында, Бекболат мен сізге жібердім. Аха. Так. Видеоңыз қосыла ма? Қосылады. Я екінші нені телефонды өшіріп қойыңыз, сайқалықты. Сенің екінші телефонды микрофон. Болды. Екінші телефон сенде қосылып тұр ма? Өшіре салшы онда. Қайсысында? Енді? Отлично. Даже есть след. Я прям отдаю там. Или сендерде она не турма. Қайсысынан кіріп отыр едің? Қайсысынан кіріп отыр едің? Жоқ, сен кірмегенсің ғой. Жоқ, мына ешқайсы жоқ қой. Мыналардан кірген жоқсың сен? Что-то естіліп тұр. Өз даусымды естіп отырмын. Сен просто неде жазған ғой, қана неде тұрған жоқсың. Тиктокта отырған жоқсың сен. Тикток жауып тұр сенде. Енді қай жерден шығып тұрды? Болды. Тоқтықта на тикток. Сендер микрофон не тұрсыңдар. Может быть, из-за микрофона ваших? Микрофонды өшіріп тастайық па? Өшіре салыңыз микрофонды. Микрофондарды енді ғана алып жатсыз ғой деймін, е? Ана жолы сол микрофондар болса ғой. Кеш жарық, добрый вечер всем. Мы вот сегодня подключили наших гостей, наших двух представителей, которые были в Варшаве насесть на конференции ОБСЕ. Они представляли оппозиционные движения, такие как Атажурт, и Ешенғазы представлял интересы партии Алға Казахстан, он из инициативной группы партии Алға Казахстан. Бекболата многие знают и видели на его одиночных пикетах, которые он выходил и в поддержку Марата Жиламбаева, и в поддержку всех политзаключенных, Айдара Сыздыкова выходил он. Вот. И сегодня мы решили поговорить с ними и будем разговаривать на такие темы, как что нужно сделать для того, чтобы попасть на сессию ОБСЕ, сложно ли это, может быть какие-то проблемы, может там куча полицейских, КНБшники стоят, может телефоны на входе надо сдавать, может быть там какие-то сложности с чиновниками, никто не слушает, кучу бумаг писать. В общем, сегодня поговорим на тему об атмосфере на самой конференции, как это было. Агалар расскажут, будут рассказывать на казахском, на том языке, на котором им удобно, где-то будут сочетать и с русским языком, поэтому у нас как бы проблем с этим нету. Поэтому кеш жарық сендерге. Қазір Эльвира да қосылады бізге. Сейчас она подключится. И вот первый вопрос. Как вы попали на конференцию ОБСЕ? Скажите, пожалуйста. Енді ола конференцияны біз өзіміздің бір осында жүрген қарақалпақ достарымыздан барып естідік. Конференция жөнінде біз білмейміз. Варшавада ОБСЕ бар екенін білеміз әуелде, бірақ енді ол жыл сайын осы сияқты конференция болып жатқан, одан хабарымыз жоқ екен. Бірақ енді бағымызға орай біздің сол қасымызда қатарласып жүрген, енді бәріміз де осы біртілікте жүрген адамдармыз ғой. Олар да сол елдегі өздерінің проблемаларымен, сонымен осы конференцияда қатты қозғалыс болды. Оларда да бұрыннан да осы мына өзбек елінен егемендік алу үшін сондай екен. Сол бұрын қатысып жүрген адамдар, содан кейін бізге ақыл айтты,
совет берді ғой, енді осындай неге қатысасыңдар ма, ертең қолын көрсетейін деп. Жарайды, бізге де қызық болды осы орнындай неге жиындарға, халықаралық жиындарға әрине қатысып тұрған жоқпыз. Енді елде болғанда да біздер енді өзіміздің дауысымыз мінбелерден шықпай, осындай тек әлеуметтік желілерде өзіміздің пікірімізді айтып, әрекетсе жаңағы көшеге шығып, кейде шығарған жағдайда қолымыздан бір алып кетпеген жағдайда сөйтіп жүрдік қой енді. Бірақ енді осындай ірі жиындарға қатысып тұрған жолға жүрет екен. Содан кейін енді сол қасымыздағы сол қарақалпақ досымыздың көмегімен сол жаңағы компьютер арқылы регистрация жасалды. Ондай қағаз қопаратын ондай ештеңе жоқ. Бұяқтың бәрі технологияның бәрі дамыған. Енді барлық жерде де болатын нәрсе ғой, енді интернет бар жердің бәрінде осылай. Бірақ енді біздің кішкене тәжірибеміз жетпейді ол жағынан, бірақ сөйте тұра жаңағы достарымыздың көмегімен сол арқылы регистрация жасатып, бір ай бұрын, 2 ай бұрын естіп, 1 ай бұрын регистрация жасап, 1 айдан да көбірек болар да. Просто 2 ай. Мен толықтыра кетейін. 2 айда электронный формате регистрация жасадық. Біз енді мынаяқтан келгеннен кейін бұяқта бұларды біз сияқты статус беженцеға келген жігіттер өзінің отанын ойлап, бізде сол қазаққа қалай көмегіміз тиеді. Бізде бір лидеріміз айтты ғой, кім қай жақта болса да мен сияқты 1000 лидер шықса мен қуанам деп. Сол жақта біз сыртта жүргеннен кейін қалай біз Қазақстанға көмек бере аламыз деп. Сол жағынан енді бұяқтан апта сайын шығып тұрдық. Митинг жасап, центральный площадьна ояқта митингқа шығып, артық жағындағы елге мазасын алмасаң болды, рұқсат берілген бәріне. Демократический ел ғой бұяқта. Сравнение жер мен таудай. Сондықтан бұл жерде енді бізде ғана, бізге Қазақстан это двойная тюрьма ғой. Бірінші Марат Жалынбаевтар отыр, соның халқы тағы да отыр. Біз сол екі түрмеден шығып, мынаяқта демократияны көрген кезде енді вообще енді не сравнишь. На 100 лет остали. Демократия жағынан біз 100 жылға қалып қалғанбыз Қазақстан. Бәрі электронном виде өтті. Бізді бірінші күннен қалай партияны представляешь, кім боласың, историяң қандай, соны толтырдық, анкета толтырдық, 3 анкета толтырдық. Сол бірінші күнінен бастап есептейді, қалай болдың, не болдың, сол данныйдың бәрі базасы кетеді. облыстың комиссиясына, член облыстық комиссия соның бәріне шешеді, қандай белсенді бұл неғып жүр Европада, қосуға бола ма, болмай ма деп биылғы өздерінің ашылған кездегі отчетында айтты. 1700 адам қатысқан екен. Бұндай қатысатын адамдар бірінші рет болып жатыр. Тем более көбісі Центральный Азиядан, Кавказдан. Енді бұл жерге 59 ел кіреді ғой. Соның ішінде демократический Норвегиядан да келіп қатысып жатыр. Норвегияда олардың айлықтары $5000. Олардың проблемасы бір жылда бір рет қайыққа барып демалу керек. Ақшалары жетеді, оларда проблема жоқ. Политикалары свободный. Сонда да олар өзінің басқа да нелерін айтуға келді. Облысыге арыздарын айтуға. Енді сол бывший СНГ, енді баяғы Союздың тюрьмадан шыққан 15 республиканың где-то бір 10 республикасынан келіп қатысты. Бәрінің айтқаны сол, біздің айтқанмен олардың айтқаны бәрі сол свобода слова, мына халықтың құқығын таптау, соның сол тема бәрінде. Соны біз енді қалай жеткіземіз деп жеткіздік. Бірінші біздің ең алғашқы мақсатымыз политзаключенныйларды, қиналып атқандарды, соларды атап өтейік деп, ең қиналып атқан Марат Жалынбаевқа жанымыз ашып, денсаулығын ойлап, қалай істесек, не істесек деп, облысыге 2 қат, 3 қат апарып тапсырдық. Бұның алдында Варшавада центральный площадьта облысының несі бар, организациясы. Сол жерге қат тапсырдық облысыге. Енді мынаяқтан біз өткен мына жерде 5-6 выступление жасадық. Ол жерде барлық бізде болып жатқан жағдайды, соттап жатқан белсенділерді бәрін айттық. Соны жасаған нелерімізді жібердік. Құда қаласа ертең демалыс күні обработкада болады. Понедельник Европарламентқа кетеді. Ол біздің айтқан сөзіміздің бәрі Европарламенттан жерде ноябрьда сессия өтеді. Сол сессияда қай елде қандай қысым болып жатыр, кім қандай не болып жатыр, соларға олар ескерту жасайды. Облыстен
содан ары қарай Европарламенттен осы біздің айтқан сөзіміз жету керек деп ойлаймыз. Осылай келдік, осылай 11 күн қатыстық. Енді сөз ала алмасақ та сөйтіп отырып тыңдадық, басқа елдің наразылығын, олардың айтқанын өзіміз айтып қосып, біздің енді правозащитниктар, басқа да бізге дайындалуға көмек берген адамдар бар. Сол адамдардың бәріне мына Қазақстандағы демократияға былай жасап отқан жолымызды айттық, кем кетіктің бәрін айттық, біздің биліктің несін айттық. Біздің биліктен бір 20-дай организация қатысты. Оның ішінде крыла молодежи, правозащитники, ана Ластаев деген бывший прокурор, бывший судья, бывший консулдар, короче, сондай опыты бар мықты елдер. Осы міне 1975-тен бастап Хельсингиде ашылған бұл организация 50 жылдық болды. Сондықтан 50 жылдығы болғаннан кейін бұл жерде Финляндия ашты. Финляндия биыл өткізіп отыр. Алдында Мальта елі өткізген екен. Бұл жерде бағанағындай кірген кезде сен соткаңды қарамайды, қалтаңды қарамайды, ештеңе не қылмайсың. Келесің, бір құдаларды күтіп алғандай күтіп алады. Лишь бы үстіңде жарылғыш зат болмасаң болды. Соны екі жағынан анадай немен электронный немен тексеріп өтеді. Болды, кіресің. Кіргеннен кейін господа, госпожа деп кіргізіп кофеге апарат. Кофенің түр-түрі тұр, су тұр, қандай су ішкің келеді, пожалуйста, су. И выступать еткенде де алдында чай, кофе, лимон, су бәрі тұр. Кәдімгі құдаларды күтіп алғандай. Бірінші открытиясында шведский стол болды, дастарханды жайып тастады. Сол консулмен, посолмен, представительмен 59 елдің бәрімен амандасып сөйлестік. Просто біз английский білмейміз, сөйтіп сөйлесе алмадық, бірақ соткада телефон бар, сол арқылы сөйлестік. Кәдімгі міне сіздеріне сөйлесіп жатқандай, мына консул Норвегия, консул Польша, консул, любой консулдың ашық информация алсаң да, не қылсаң да, біз енді өзіміздікінен интервью алайық деп едік, крыло молодежидан. Олар енді шүлдірлеп ештеңе айтамады, потому что не айтады. Билікті мақтауға келген, билікті мақтады. Бізді биыл енді біз мына наразылығымызды айтқаннан кейін, ол біз енді ойланып, действительно Қазақстан осындай екен ғой. Бәрі ол мына 30 жыл айтып келгенім басқа екен, мынау басқа екен деп, біз енді бірінші болып оппозицияны партиясының атынан қатысып, кішкене көздерін аштық Еуроодақтың. Солай басталды. Міне солай қолымыздан келгенін айттық. Бәрекелді. Ешкім жабылған жоқ, полиция тоқтатып, Норвегияның министріне жақындамаңдар, бүйтпеңдер, сөйтпеңдер, ондай болған жоқ қой деймін, біздікіндей. Бізде енді любой акимге де жақындамайсың. Жақындай алмайсың оларға. Олар маған келіп жақындады. Менің шешем 1939 жылы историяны қоса кетейін. Мына Польшаны екіге бөлген, Германия мен Советский Союз. Сонда менің шешем полька, сол Советский Союз жағына бөлген кезде 39 жылы депортировать етіп Сибирьге жіберген. Сибирьдің зардабын 2 жыл поляктар шешіп, сояқта қырыла бастағаннан кейін Қазақстанға аударған. Қазақстаннан аман-есен өсіп өніп, сөйтіп біздің семья Сибиряков дейді, бұяқта құрметтейді. Специальная организация бар, Сибиряков деген. Олар бізге правительство, президент өзі медаль алып, сөйтіп біздің семьяға сөйтіп как пострадавший от сибирской бізге Сибиряк деген медаль берген. Соны көріп, олар өздері келіп бізден сұрап жатыр. Сендерге мына медальді кім берді? Бұл медаль ма или государственный награда ма деп, сол консулдар өздері келіп бізге сұрап жатыр. Біз бәрін осылай деп айттық. Сонда о дейді, мен айттым да, мен поляк болсам да, мен за Казахстан выхожу здесь, потому что это родина, Казахстан меня воспитал. В свое время спас 105 тысяч поляков в Казахстане деп. Айтып, олар таңғалып жатыр. Сен қалай, бәсе сен орысқа ұқсайсың, сен қазақ емессің деп. Бекболатқа қарайды да айтады, бірақ маған қарап айтады да, сен что-то европейский ұқсайсың ғой деп. Солай бәрін айтып. Енді есіңізде Ешенғазы ғой, не польская емес. Мен әкем қазақ, полька сол үшін мен әкемнің қазақ деген документімде әкемнің қойған аты, ұлтым қазақ деп тұр, бірақ енді архивный документ бойынша шешем енді сол кезде
жер аударған депортированный полька. қазақша ат қойылған ол кісіге. Иә, ол қазақша ат қойылған. Сол енді баяғы соғыс кезінде 4 жылы Кавказдар келді, поляктар келді, немістер келді, 130 ұлт келді. Это массовое переселение, когда было именно принудительное переселение, когда и чеченцев перевозили, и поволжских немцев перевозили, и корейцев, и многие-многие другие, греки у нас очень много разных национальностей, этносов, которые присутствуют в Казахстане, поэтому мы, как партия Алга Казахстан, продвигаем именно вот у нас позиция такая, что мы не разделяем на какие-то этносы, на национальности, мы говорим о том, что мы приветствуем всех. Если гражданин Республики Казахстан и имеет казахстанский паспорт, казахский паспорт, да, голубой паспорт, он уже является законным членом, может являться законным участником, да, нашей партии, потому как по закону мы не можем и не будем разделять людей на национальности, на вероисповедание или еще что-то. Это здорово. Хотел бы напомнить о том, что ваши лайки и репосты очень быстро бы продвигали бы сейчас этот эфир, и мы попали бы в рекомендации для того, чтобы побольше людей увидели, услышали рассказ от наших гостей, которые все 2 недели последние были на конференции, непосредственно участвовали в этой конференции, они выступали на этой конференции. И сегодня у вас есть возможность задавать вопросы какие-то, мы будем их зачитывать для наших гостей. Сейчас еще Эльвира к нам подключилась, но, видимо, она занята. Енді мен бір шегір жасап кеттім еді, осы конференциядан бұрында осы өзіміздің үнімізді қалай жеткіземіз, қандай еңбек сіңіре аламыз, қолымыздан не келеді дегенді немен жүрдік қой. Енді бірінші келген жылымда мен жалғыз өзім болдым. Көп ешқай білмедім, жұмысымда кішкене үйренісе алмай жаттым. Содан кейін келесі сол жылда аяғына қарай тағы бір жолдасымыз Алматыдан келді. Сонымен одан кейін Ешенғазы ағамыз келді. Сол уақытта бірігіп бірінші рет осы пикетке шықтық қой. Американың елшілігінің алдына. Сол келген уақытымнан бері қарай сол бірінші рет қана полицейскиймен жолықтық. Өйткені онда да өзіміз іздеп барып айттық, біз қазір мына жерде пикет өткіземіз деп. Біз екеуміз сәл кешігіңкіреп келдік. Нұртай солардан рұқсатын алып қойды, 3 адам болып шығамыз деп. Дегенде бізді күтіп тұрды, біздер қашан келеді деп. Күтіп тұрып, айналамызда тұрып, немізді сұрап, қандай мақсатта деп, соны рұқсаттарын беріп, қасымызда күзетіп тұрды. Біздің қауіпсіздігімізді қарап тұрды олар. Бізді тұтқындағы жоқ. Сіздердің қолдан бұрап алып кеткен жоқ па? Автозакпен 15 сутка отырғызып, ондай болған жоқ па? Ондайды айтсаң, олар шок болады. Соңында пикет біткеннен кейін біз өзіміздің рахметімізді айтып, тіпті оларды видеоға түсірдік. Польшаның полицейскийлері мынау қазақтың публикасына көрсетейік деп, олар өздерінің сәлемдерін айтып, қолдарын көтеріп, солай құрмет көрсетті. Бірінші митингімізді, пикетімізді американский посольствоның алдында Марат Жалынбаевқа бостандық деп шыққанбыз. Одан енді 1 жылдай өтіп кетті. Площадьқа шығамыз. Сол консулдар олар айтты, сендер пикет жасағандарың жақсы деді, бірақ бәріне хат түрде бізге жеткізіңдер, өткізіңдер деп наразылықтарыңды Европарламентке или французский или басқа да посольствоға хатпен письменном виде өткізіңдер деп сонда бізге рекомендация. Ну реально просто уведомление, да, просто уведомляете о том, что вы в такой-то день придете и просто как бы предупреждаете их, да? Ни разрешения просите, не пытаетесь у них получить какие-то, потребовать там. Онда екеуміз шыққан уақытта 2 адамбыз ғой енді. 2 адам шыққан уақытта біз рұқсат сұрамаймыз, көбіне шығып кетеміз. Онда жаңағыда келіп ескерту жасайтын кездер болады, жаңағы дауысын азайтыңдар деп біз ана громкоговорителмен қойып қоямыз ғой енді. Сонда сәл сондай ғана болады дейді. Полицейлер бізге айтқаны, мына наразылықтарыңды бұл жерде специально анау Палестинадан, барлық арабский мирдан, сол американский посольствоның алдында палатка тігіп қойған, олар күнде выступает. Бізге де сондай рұқсат, ол рұқсат керек жоқ. Просто мына айтатын сөздеріңді
сендер айтасыңдар кетесіңдер осылай қалады дейді. Сендер жазып қағазға өткізіңдер, содан кейін консул сендерді шақырады. Сол кезде кіріп консулдың ішіне содан кейін айтып былай как типа собеседование ретінде сөйлесесіңдер деп отыр да. Олар бізге жолын айтып жатыр да. Айта беріңіз. Ана екінші телефон дыбысын өшіре салыңыз саға. Востребованный. Елден келіп отырған звонок, елден. Сейчас. Ну, пока мы тогда ставьте лайки, делитесь эфиром, пожалуйста. Мы гостей пока принимать не будем, даже запрос не отправляйте, потому что мы сейчас будем беседовать только с нашими гостями из Варшавы. Сейчас Эльвира подключится для того, чтобы мы могли более активно говорить. Если у Айгули тоже есть вопросы, она тоже может задавать эти вопросы, которые Ешенғазы аға мен Бекболат, они понимают и говорят по-русски, но им легче говорить на казахском языке, поэтому у нас такой интерактивный диалог будет на двух языках, и будем подобным образом разговаривать. Жалғастыра беріңіз аға. Кешарык, я, пользуясь случаем, хотела вас поблагодарить за то, что вы поддержали наших политзаключенных, что вы, находясь так далеко от своей родины, так болеете, поддерживаете наш народ. И это очень большой вклад в нашу будущую независимость, в нашу будущую демократическую страну. Я очень рада, что вы сегодня у нас в эфире. И многие распространяли видео на наших страницах и благодарили за то, что на таком уровне говорят о наших проблемах, которые сейчас существуют в Казахстане. Улькен рахмет сізге. Сіздерге рахмет, соған көңіл осы эфирді жасап өздеріңіз қолдаулар жатқандарыңызға сіздерге рахмет. Сол Қазақстанда отырған каждый активистпен, каждый патриотпен мына Дулат Ағаділдің асарында кездескен, мен каждыйына жаным ашиды. Асқар Асанәлі Сүйінбай деген шешесі қайтыс болғанда оны жіберген де жоқ, оны 10 жылға соттап жүрді, наркотик подставить етіп. Сол жігітпен мен ана Жасарал Қуанышалиннің жерлеуін рәсімінде болдым, қырқында да болдым. И сол каждый белсенділігін біліп отырып, соларға жеткізуге тырыстым осы жақта жүргенде. Каждый белсенді. Бізде енді жастар, орта буын бар, бәрі белсенділер көп қой. Соларды айтқызбай шығармай отыр. Ол да бір эфирға шығып, бір эфир жасаған үшін оны қабап қойды. Ол үшін сіздердің енді Айдар, сіздік правозащитник, видный деятель, постоянно эфир жүргізеді. Мына бізді алға Қазақстанды тапсыруға барғанда мен өзім барып, сол жерде Министерство юстицияға барып, Жасарал аға бар. Бәріміз өткізген кезде Айдарды да көрдім лично. И бәрін түсіріп, ол өз сөзін сол жерде айтып жүрді. Сол кезде олар видный адамдар, біз олар туралы айта аламыз. Айтылмаған адамдар қанша көп. Кім просто Әблязовтың айтқан сөзін қазақша жеткізіп отқан үшін Асқар Сембай 5 жылға сотталып кетті. Ол да айтылып отыр. Ол да жақсы, мықты белсенділер. Сондай мықты белсенділер, айтылмай отырған белсенділер көп. Солардың списоктарын шығарып, соларды біз пикет жасай аламыз. Солардың атын болады. И біз сол списокты қазір бізде возможность бар. Сол списоктарды алып, Европарламентке, ОБСЕ-ге жіберуге. Осы ноябрьда ОБСЕ-нің несі болады? Жиналысы Евро мемлекеттің Македонияда ма сол жерде? Соған жіберсек те болады. Сондықтан каждый белсендінің атын, фамилиясын, қай статьямен, қай жерде отыр, соны біз білуіміз керек. Соларға мына донаты жасауымыз керек. Әрқайсына мен даже ойлап отырмын, біз алла Қазақстан, енді жағдай Қазақстанда қиын ғой.
5.000 теңгеден ай сайын сол политзаключенныйларға жинауымыз керек. Олардың семьялары бар. Например, біз жасаралағаны біз білмедік, қалай өмір сүріп жатқан, кейін қайтыс болған кезде ақ білдік. Ол что однокомнатный квартирада тұрады екен, жанында адамдары да жоқ екен. Ары бері жүретінін, тамағы, киімі, сондай әшейін бізге ол бытовой условия дейді, бірақ сондайға адам көп көңіл бөлініп қиналып қалады. Сол үшін қазір қиналған белсенділерге біз донаты жинап, өз отырса семьясына көмегіміз беруіміз керек. Сондай мен идея мен былай тоже айтып кеткім деп отыр да. Ол билік ауысқанда бәріне ол енді біз береміз, отырғандардың бәріне компенсация и тағы да басқа да льготаларды жасаймыз. Оға дейін қиналып жатқан кезде мына Айдар Сыздықовқа сізді қалай қинап жатыр, ана қыз кішкентай өсіп жатыр, әкесін көрмей. Енді біз бұрын шетелге кеткенде 3 жыл жұмыс істеп келген кезде баламыз танымай қалған, мынау кім деп. Сөйтіп көрмеген, әке шешесін көрмей қазір заключенияда өсіп жатыр, анау қыз қиналып жатыр. Сондай қиыншылықтарды көріп жатсыздар. Каждый белсендіні біз должны айтып, упоминать етіп, и постоянно списогын, и семьясы қалай өмір сүріп жатыр, үйіне баруымыз керек. Мысалға біз енді мынаяқтан көмегімізді жасаймыз, Құдай қаласа. Бірақ сол белсенділерді барып эфир түсіру керек. Мынау осындай белсенді, жағдай осылай тұрады екен, мынандай деп бір кішігірім 2 минут айтсақ, уже халық біледі, кім қалай қиналып жатқанын, қай жерде жатқанын, қандай тамақ жеп жатқанын. Анау біз журналист қызымыз Алматыдағы сол туралы көп айттық. Потому что оған операция жасап іріндеп медицинский нені тілеу жағында айттық. Сол больницаға жатқызбай мына билік қинап жатқанын. Сондайларды біз айттық. Енді Құдай қаласа 1-2 айдан кейін бір Қазақстанға Европарламент басқа да жерден енді билікке жеткізу мүмкін деп ойлаймыз. Осы біздің қатысқанымыздың пайдасы тиеді деп ойлаймыз. Әрине енді мына Рахмет. 57 елдің бәріне келген 1000 адамның ішінен шығып сөз алу да оңай жұмыс емес екен. Енді оның бәрі сөйлегісі келеді, бәрі өздерінің проблемалары айтып келген, соның бәрін, бірақ енді барымызша толықтай түгел жеткізбесек те бірқатар әңгімелерді мұршамыз келді. Енді бір соңғы 2 күнде ғана шығуға мүмкіндік болмай қалды. Енді мына электронный вариантпен шығатын, оларда мына кабельный компьютермен отырғандар көбірек кіріп кетеді. Біздер соңында қалып қояды екенбіз. Сол кезектің соңында болып тұрдық. Көбінде ең аз дегенде 18-ші рет болып бір шыққан сияқтымын. Бірақ енді соның өзінен бәрін бірдей айтып тосу мүмкіндік болмай жатыр. Бірақ енді сол елден де хабар алып, солармен де ақылдасып отырдық қой енді. Бірақ сонда да болса, осы алдын ала сондай материалдарды дайындап, күн ілгері дайындаған жақсы екен деген ойда болдық. Енді осы алға қарай ондай олқылықтардың бәрін орнын толтыруға тырысамыз. Енді компьютер алып қоямыз ба, мүмкін келесі жылға дейін. Бір пример айтып кетейін. Бізде қатысқанда бәрін бас аяғынан өзіміз жүгірдік. Біз енді электронный нелерден, компьютер жағынан кішкене слабоватымыз. Мына Турциядан, Түркменияның беженстарына, правозащитниктарына Турциядан оларды неғып отырды, компьютермен обеспечить етіп отырды. Бізде мына список электронном виде регистрация өтеді, содан бірінші 40 адамға сөз береді 3 минуттан, кейін дополнительный список 20 адам болады. Біз көбінесе дополнительный ілініп отырдық, и алдында 1-2 выступлениямыз бірінші основной спискта шықты. Олар 1:15-те басталады екен регистрация. 1-ге дейін бізде конференция өтеді, 1-де регистрация. Сол кезде Турциядағы отырған правозащитниктер, мынаяқта выступать еткендер, олардың атынан, олардың данные кіргізіп дайындалып отырады. 1:15 болғанда сразу басады да, олар 3-ші, 4-ші болып постоянно сөйлейді. Алдыңғы спискта. Енді Құда қаласа алда солда ойымызда болады. Мына компьютерға жүйрік қыздар жігіттер бар ғой, Алла Қазақстанда, оның системасын бәрін түсіндіреміз. Кейін солай басып отқанда біз мынаяқтан уже бірінші алдыңғы қатармен выступать етуге сода мүмкіндік болады екен. Енді ол соңғы кездерде 1700 адамның ішінде бір 700 адамы регистрацияға дайын отырады. Қарақалпақстанның уже 18-17 жылдан бері қатысып жатыр екен. Оларда да опыт бар, оларға уже басып отырады.
олар бұяқта Біздікілер қатысып жатыр, бірақ сендерге, видите, бірінші рет қой сіздерде, поэтому біздікілер қатысып жатыр, бірақ азбыз да. Көбірек осындай адамдар шықса, көп адам айтса, уже, видите, это көмек қой, бәрімізге көмек. Шетелдегі отырған адамдарға да, правозащитниктерге де көмек. Как говорится, первый блин комом, ничего страшного, для вас это было в первый раз. Получили какой-то опыт, одан ұялыға болмайды, учимся все, потихоньку двигаемся, как говорится, 100 лет живи, 100 лет учись, да, и поэтому как бы ничего страшного. Келесі жолы, вот я очень надеюсь, что ваши планы все сбудутся, и вы обязательно уже более подготовленные, более уже такие с четкими требованиями будете выступать. Жалғастыра беріңіз, кешіріңіз. Соған алып. Бәрін дұрыс айтып жатсың, Әсет. Сондықтан біз бірігіп, бірге жұмыс істесек, бізде де кем-кетіктер көп. Соны отрегулируем. Бұйырды біз екеуміз емес, мен келесі жолы мына биліктен 15 адам қатысса, бізден 15 адам қатыссын. Солармен 50 на 50 бұл выступать етсек, сонда уже Европарламент біледі Қазақстанның жағдайын. Сол кезде олар бізге көмектесуге ыңғайланады. Мысалы, қазір Украинада соғыс болып жатыр, Белоруссиялардың белсенділері выступать етіп жатыр. Солар уже сояққа қарай көңіл бөліп, соларға әрекет жасап, не қылып жатыр. Сол секілді біз де мынаяқтан көп шығып, оппозиция жағынан бәрін айтып, шын не болып жатқанын жеткізсек, олар да бізге көңіл бөліп, действительно Қазақстандікі былай емес, былай екен ғой деп, сол православныйдың айтқандарын өтірігін шығарып, айтып жеткізсек, онда бізге де Европарламент көңіл бөледі. Сонымен біздің билікке уже давка болады, кішкене қысым көрсетеді. Сендер мына өздерінің келіскен нелері бар ғой, договорлар. Сол договорларды соблюдать етпеген үшін уже біздің билікті орнына қояды да, уже біз свободно митингқа шығуға жағдай жасайды. Басқа да неге көп нәрсеге қол жеткізуге болады. Бізге демократиялық светский мемлекеттер болғанымен, істеген тірліктері вообще басқаша, как Северная Корея. Соның бәрін мыналар регулировать етеді. Өздерді қысатын бұлардың нелері бар, рычагтары. Сол рычагтармен біздің не қылады. Солай демократияға жетуге болады. Барлық жерде осы площадкада Европа. Енді биыл бірінші рет қатысып отырғаннан кейін біздің қатысатынымызды ешкім білмеген шығар деп ойлаймыз. Енді бізде жаңағыдай қатты бір текетірес үкіметтік ұйымдармен ондай болған жоқ. Енді мына Өзбекстан мен Қарақалпақстанның кәдімгідей бір-бірімен шығып, неге дебатқа шығады кәдімгі бір-бірімен ана жерде. Енді оның қаржағында енді украиндар соғыстың жағдайы оларға көбірек көңіл бөлінеді. Бірақ содан кейінгі кезекте осы Өзбекстан мен Қарақалпақстанның арасындағы қатынасқа көп көңіл бөлінді. Енді біздерді шығып жатыр, бір-бірімізді етпейміз, реагировать етпейміз. Олар бізге соқтықпайды, біздер жаңағы интервью бір нәрсе алғымыз келсек, олар ырыста бір кетіп қалады дегендей сондай. Бірақ тікелей бізге шабуыл жасап жатқан ешкім жоқ бұл жақта. Енді келесі жылға дайындалып қойсақ деп білейік. Олар бұл жаққа келгеннен кейін бұл жақтың условиясын қарау керек. И бұл жерде әркім өз мемлекетіне жақ болып жатыр. Әзербайжанның правозащитниктары, биліктің адамдары, консулдары, Арменияда біздің плендер отыр, соны босатыңдар деп Әзербайжан Қарабақ туралы айтып жатыр. Армендар бізге геноцид жасап жатыр, біздің осыншама семьямыз Әзербайжанда қалып қалды деп, олар өздерінің елін айтып жатыр. Әркім өзінің еліндегі болып жатқан жағдайын айтып жатыр. Біз өзіміздің елдегі жағдайды жеткізуге тырыстық, что демократия не соблюдается, қаңтар не ашылған жоқ, сол адамдарға компенсация, соның бәрін қозғадық, соған комиссия жіберіп, ОБСЕ келіп, соған қатыссын дедік, честное расследование жүрсін деп, көп талаптарды бәрін жазып жібердік. Енді олар енді өздері тағы дальше бәрі видео не болды, соның бәрін өздері сараптайды тағы да. Қорытындысын шығарады ғой, ноябрьде, соның қорытындысын тағы бір ретте айтады. Өтеді.
Сұрақтарыңыз болса қоя беріңіздер. Біз Осы жерде басын аяғына амандасып дейін. жатыр. Қалдарыңыз қалай деп сұрап жатыр. Маңғыстаудан ассалаумағалейкум дейді. Мен қысқаша айтып кетейін. Большая просьба, делитесь эфиром, ставьте лайки, давайте попадем в рекомендации. На экране видите номер. Это номер Каспи Айгуль Токпаевой, жены политзаключенного Айдара Сыздыкова. Очень важно помогать семьям политзаключенных, самим политзаключенным. Если имеется возможность, обязательно нужно поддерживать, потому как расходов много. Это и услуги адвокатов, это поездки адвокатов, это содержать и самого Айдара, это периодически какие-то бандероли, это транспортные расходы. В общем, постоянно различные расходы, а доход только вот от помощи людей, поэтому активнее помогайте. Если нет возможности помогать деньгами, ставьте лайки, делайте репосты, активно комментируйте эфиры, подписывайтесь на наши каналы, это тоже очень важно. Подписывайтесь на каналы вот Бекболата и Шангазы обязательно, потому как очень важно, чтобы их видело побольше людей, потому как они выходят в Варшаве на одиночные пикеты, на такие с плакатами. Плакат не просто тоже нарисовать там или распечатать, это все стоит тоже каких-то средств, поэтому все всегда стоит каких-то денег для того, чтобы достигать каких-то целей. Вот. Ставьте лайки, делитесь эфиром. Эльвира здесь или еще не подключилась? Эльвира пока что-то не подключается у нас. Да, она здесь, но ее нет. Она, видимо, с детьми. Айгуль. Жалпы мына бұл жақта Еуропада басқа әлемнің Да, я хотела Айгуль, бы что-то задать хотела вопрос вам. Вот, да, я вот хотела задать вопрос, пока вы у нас в эфире, и я бы хотела побольше узнать по поводу Польши и их демократического настроя. Сколько примерно оппозиционных партий зарегистрировано в Польше? Вот если вы владеете этой информацией, могли бы поделиться? Нам просто интересно по другим странам, как регистрируют партии, сколько этих партий, как они выступают, какие у них программы. Может быть, они вот, это же конкурентная среда, где каждая партия говорит о своих программах, что они могут сделать для того, чтобы улучшить жизнь своих граждан. Могли бы прокомментировать, если вы владеете информацией? Советская демократическая страна. 27 стран входит в Шенген-зону. Из них сейчас у них 5-е или 6-е место по экономике Польша находится. У них экономика как лестничные вот эти, как бы вот как лестница, они прыгнут и чуть-чуть постоит экономика и дальше прыгает. Такая экономика у них. И у них проблема нету. У них проблема просто вот выходят, есть площадки, где они сами дают уведомляют и выходят, и на этих площадках они выступают. У них в основном партии выходят. Вот недавно выбирали президента. Когда они вышли, партия президента, и они выступали на площади. Мы тоже в этом участвовали. Мы там свое требование с флагами Казахстана вышли. И они нам даже слова не сказали. Говорят, выступайте, сейчас выборы идет, выборный, это политика. И вот вы видели в одном месте, где выступали эти гендерные разницы, которые они выступают. Политика здесь все отрегулировано, здесь такого нету. В ОБСЕ выступал, это как Варшава, это каждый год предоставляет площадку для ОБСЕ с 1975 года. И они все благодарят польские страны, что предоставляет. И такого оппозиционного в Польше я не видел партии. У них партия, когда вот баллотируется на министерство, вот, на министра, на президента. И вот такие проблемы. И депутаты вот здесь такого не зарегистрируется. Оппозиция, она такого против государства нету. Ну, может, есть, мы не видели. Но в основном митинги, где идут, мы туда идем и спрашиваем, о чем вы требования ведете.
Ну, там тендерные разницы, голубые, там все. У нас вот этот, мы требуем такой-то, другие такой-то. Но политика у них все отрегулировано, народ доволен и В зарабатывает общем, хорошо. демократия в полной мере, да? Здесь вот Демократия некоторые полная, пишут, да, уровень полная. аналитики совсем упал. Здесь нет попытки анализировать что-то, потому как здесь сидят в гостях не специалисты по аналитике, это не специалисты в политологии. И тот вопрос, который Айгуля задала, просто интерес, если вдруг люди владеют какой-то подобной информацией, чтобы они могли поделиться. Но, к сожалению, да, или может быть просто из-за того, что они не так давно не граждане этой республики и не пытаются выяснить какие-то уточнения в плане того, сколько партий зарегистрировано или какая конкурентная среда. Ну, в общем-то, в демократической стране и так понятно, что все конкурентно. И политические партии конкурируют между собой, и свободно могут выразить свое мнение люди, даже те, которые приехали на заработки. Они могут спокойно выходить со своими плакатами и с требованиями свободы для вас, тех, кто живет в Казахстане, и сидя на диване пишут какие-то глупости в этих комментариях. Жалғастыра. В Польше вот насчет транспорта так хорошо налажено. Автобус ездит, трамвай ездит, метро работает. И на 24/7 работает. Транспортом проблемы нету. В супермаркете я вот в прошлом году в октябре приехал, в этом году в октябре вот хлеб 2,50 было, до сих пор 2,50. За один год ни одного цента, ни одного гроша не подняли. Цены стабильные. Вот яблоки польские, они по яблоку это самые. У них яблоки вот 2,5, у них злоты называется, 2 злотых 50 грошей был, вот через год такие же цены. Цены стабильные, не поднимает. Народ, насчет продуктов у них все стабильно, цены не поднимаются. На транспорт, на билеты 3 злотых 40 грошей было, вот год прошел, такой же цена на автобус стоит. И какие-то мероприятия, если идут в Варшаве, или какие-то праздники очень много, религиозные, вот такие государственные, потому что здесь война была, у них в архиве сохранилось 400 тысяч лет назад вот это рыцари, вот эти крестоносцы, они все вот эти архивы, старые здания, вот это не как у нас разрушенные, вот эти музеи, и вот это королевские замки все стоят. И вот эти дни они празднуют, такие дни автобусы бесплатно. Если неделю этот праздник идет, люди бесплатно ездят неделю. Транспорт в городе, все бесплатно. Для народа все сделано. Все для народа. Если в магазин в очередь пойдешь, тебе первый пропускает. Я вот, если тороплюсь, все от очереди отходят и тебе пропускают. Вот такой. Мы первый раз удивлялись, думаем, что за такой райская страна. Все, пожалуйста, работа, пожалуйста. На возраст не смотрят. Мне сейчас 62 года, я электромонтажником работаю. Где-то 1,5–2 тысячи евро получаю. Мне не говорят, ты старик, иди отдыхай. Я умею работать, я работаю. Здесь ограничений в возрасте нет. У нас 40 лет, все, фирма не принимает, до свидания, говорят. А здесь вот ему 58, мне 62. Ты если умеешь работать, работай. Здесь зеленый свет. Все здесь демократ, действительно демократия. Мы хотим такую демократию в Казахстане сделать. Куда вот какой опыт есть, мы все внедрим. Первый, если, дай бог, все нормально получится, мы в Казахстане этот польский опыт внедрим. Мы сразу через полгода, через год у нас страна так взлетит, все будет хорошо. Это не назарбаевские обещания. Это я своими глазами прошел с нуля я сюда пришел. Из копейки, без ничего я пришел. Я пошел работать. Когда я пошел, нечего было кушать. Я пошел Красный Крест, мне 2 сумки еду дали, говорят, на покушай. Где нечего было, где ночевать, мне сказали, вон ночуй бесплатно. Я Красный Крест мне поселил, такой гостиницах поселил, как у нас 5-звездочный. Потом я начал чуть-чуть крутиться и вертеться, и сейчас, вот слава богу, и работа есть, все есть. Сейчас я теперь за Казахстан здесь
стараюсь, чтобы у нас было әр қазаққа сондай жақсылық алып келуін стараюсь так сделать. Я рахмет аға. Вот такой. В общем, мүмкіндік береді осындай мемлекеттік, демократиялық мемлекеттік мүмкіндік адамдарға елге. Если біз қазір мына жерден документ алып, вид на жительство алып, не қылсақ, бізге как индивидуальный предприниматель ретінде $40 000 безвозвратно берет. Если біз хотим, если какое-то предприятие открыть или свое дело открыть, $40 000 дают безвозмездно. Говорят, крутитесь, развивайте. Мы экономику поднимать будем. Налог они будут получать. Вот такие у них условия есть. Не может быть. Өтірік айтасыз, не может быть, деп айтады бізде. Те люди, которые говорят, что не может быть, они просто за пределы Казахстана не выезжали. Мы понимаем, с какой целью эти люди говорят такие громкие слова, подвергая критике, но есть и люди, действительно, которые не выезжают за пределы Казахстана, им даже не с чем сравнить с другими странами. И поэтому они даже не могут понять, что есть вот что вы говорите. Для нас это как будто вы какую-то нам рассказываете такой рассказ, который в реальности не существует. Потому что здесь, в Казахстане, наоборот, если ты открываешь какой-то бизнес, тебя максимально обкладывают налогами, к тебе приходит пожарная инспекция, налоговая инспекция. Все время с тебя требуют какие-то нормативы, чтобы ты поставил вот так по стандартам. И в связи с этим через год практически 70% малого бизнеса просто прогорает и закрываются. И чтобы получить какие-то безвозмездные деньги, это нужно прийти и выиграть тендер, не тендер даже, вот у нас пройти нет безвозмездных денег, Айгуля. Я перебью тебя, у нас нет безвозмездных денег в Казахстане. Нет таких программ по безвозмездным деньгам, вообще нет таких программ в Казахстане. И даже если что-то 500... предлагают безвозмездное, то это в виде какого-то сырья, которое ты никогда в жизни не получишь. Выделяют 500 000, допустим, и потом говорят, что ты должен соответственно, это еще если ты пройдешь выиграешь этот грант, но чтобы тебе поставить какой-то бизнес, ты должен выкупить какой-то эко-материалы, поставить. То есть там такие стандарты, что ты никогда не сможешь на эту сумму что-то приобрести. Поэтому и это недоступно простым людям. Это нужно подготовить бизнес-план, нужно обосновать, чем ты будешь заниматься. Поэтому наши люди работают на кого-то и от зарплаты до зарплаты живут и покупают в конце месяца в кредит продукты. Вот таким способом выживают. И поэтому, конечно, многим людям кажется, что это невозможно, потому что не с чем было сравнить, живя здесь, в Казахстане. Согласен, да, потому как сегодня у нас у людей зарплаты ни на что не хватает, закрывают аренду квартиры, коммунальные услуги, детсад, школа. И в оконцовке, если остается на пачку макарон, уже чему-то радуется. Поэтому вся жизнь сегодня в Казахстане в кредит, люди закредитованные. Надеюсь, что все-таки будут осознавать с каждым днем все больше и больше, что ты пока требовать не будешь, тебе ничего в Казахстане не изменится, пока не начнешь требоваться. Но для этого нужно уметь пользоваться конституционными правами. Я это верно сказал. Я хочу еще один пример сказать. Вот мы где работаем, наш начальник Беларусь, он больше 5 лет всего. И он открыл свою фирму, он начинал электриком. Сейчас он директор электриков. И он в объеме, мы сколько работаем, где-то 3-4 месяца, он 2 раза съездил в Турцию отдыхать во время работы. И здесь вот так, если развиваешься, у тебя зарплата хватает и съездить куда-то отдохнуть, не в семье все хватает, и машина у всех, и всех новые машины. Здесь дают зарабатывать,
и развивать. Если ты бизнес хочешь, дают развиваться. И здесь вот узбеки, большинство, они любят бизнес открывать. И в Варшаве где-то 20 узбекских ресторанов. И хорошо они работают и развиваются. У нас большинство из Казахстана все на фуре ездят здесь, в Германию. Ну, где-то 2-3 тысячи евро получают водителями, работают. Ну, на стройке и на фуре казахи работают здесь. В основном на питании узбеки, у всех рестораны. Мы ходим обедать в узбекские рестораны, у них цены нормальные, и вот поляки уже научились азиатские кухни кушать. Смотришь, столько поляков, там узбекская мелодия играет, кушаешь, пожалуйста. Если казахскую кухню хочешь, открой, пожалуйста. Все можно здесь. Зеленый свет на бизнес. бізде енді халық дейтін көбіне мына жұмыс істеуге үйренген ғой. Жаңағы жұмыс істеп зарплатты күтуге бізде немізде сана сезімімізде солай қалыптасып қалған. Бизнестен гөрі жаңағы келгенде жұмыс іздеп келеді бұнда адамдар. Сосын енді мына сол жұмыспен ақ өздерінің жағдайын дұрыстап жатыр көпшілігі. Барып осы 1-2 жыл жұмыс істеп, жаңағыдай барып квартирасын алып, жаңағыдай машинасын алып, сондай тірлігін жасауға толықтай мүмкіндік бар. Енді сол бауырларымызға кейде арнамыз келеді, сіздерде бір мезгіл сол мына елдің де жағдайын ойлау керек бәрібірде. Сол шығып жүргенде еркіндікті пайдаланып қалған жақсы. Енді біз осы жағынан мына кішкене саясат әңгімесіне араласқысы келмейді. Көбіне сол өзі бұрын жаңағы жұмыс істеп, ақша тауып алған адам сол келгенде соған кіріп кетеді де, басқа еш нәрсе ойламай қалады. Мына елде жүргенде де осы мына саясатта араласпайтыны сол көбіне адамдардың, өйткені тек қана жаңағы выживание, қалай күнін көрем, қалай кредит төлеймін деген сондай мақсатпен жүреді. Көп адамдар сол мына елімізде жүріп жатқаны мүлде бейхабар екенін байқайсың кей кездерде. Оның үстіне жаңағы биліктің жасап отырған ақпарат құралдарының өзінде жаңағы кілең өтірікті араластырып бәрін жақсы деп сенің осы күнің ерезар боласың, басқа жақта мынау нашар деп айтатын нелердің бәрі осы бәрі енді саясат. Енді сондықтан да енді осы елде жүрген бауырлар, елде жүріп те сыртта жүрген бауырлар менің өзім табысын тауып жатырмын, маған бәрібір демей, бәрі қалай болғанда да осы орта бойымыз мемлекетіміз ғой, соның жағдайын ойлағанымыз дұрыс. Егер де осы өзіміз сияқты араласып шетелде жүрген бауырларымыз болатын болса, бәріне де сол құлақ қағысуымыз керек. Енді біздің артымызда еліміз тұрғаннан кейін біз сол әлде де болса жүрегіміз елімізде тұрады. Барлық хабарларды, енді бұл жақтағы хабарларды емес, біз елдегі хабарларды тыңдаймыз көбінде. Енді жаңағыдай кейбір осы бұл жердегі жаңағы статистикаларды кейбіреулерін білмей қалмасақ, сол именно сол біз бұл жаққа емес, сол бәрібір сол елімізде тұрғандықтан көбінде сол ашсақ, WhatsApp-та ашсақ та, мына әлеуметтік желіге кіргенде Қазақстан деп соны қараймыз ғой көбінесе. Енді ол да жалпы жан-жақтың бәрін қамтыған дұрыс, информацияның өз жағынан кішкентеріміз кетіп жатыр. Соның бәрін алға қарай осы тәжірибе жақтап толықтыруға тырысамыз. Біз Қазақстанда основном белсенділерді бірінші очередь түгендеймін, бәрі аман болса екен деп. Содан кейін мына жақта жүргенде біз қазақтарды көрсек сразу тартып, қай жақтан келдің, не болып жатыр, мынандай адамдарды білесің бе, мынандайға қалай қарайсың деп сразу не қыламыз да. И ол кейбіреулер қолдайды, кей кезде көмек деп бір тиынын беріп кетеді, оны аламыз да біз Қазақстанға белсенділерге жібереміз, көмек болсын деп қолымыздан келгенше не қыламыз ғой. Сонда да сол көрген қазақты тоқтатып сразу біз тартамыз. Осындай болып жатыр, давай шығайық деп, қосыл бізге деп. Енді көрген қазақтың бәрін, әр қаладан келген қазақты өзімізге тартамыз. И туристы болып келеді кей кезде қазақтар. Оларға да айтамыз, сен осындай жерге осылай істеу керек. Еліміз үшін бәріміз бірігіп, бір адамдай атсалысуымыз керек. Жастар болсын, біз қатарлы кісілер болсын, орта жастағылар келеді жұмысқа. Солардың бәрін осы түсіндіру несін, саясатты айтып, осы
еліміз үшін жүру тұру керек деп бәрін айтамыз. Енді біздер мына өз елімізде болмағаннан кейін кішкене болып бәрібірде айналаңның бәрін жан жағыңның бәрін қазақ тани қою да қиын кез келген жерде. Бірақ енді кейбір жұмыс жағдайында сосын жаңағы көшелерге немен пикет жасап шыққан кездерде біздің жаңағы туды қойып қоямыз. Мына қазіргі тұрғандарыңызда тұрған сосын қазақтың музыкасын қойып, сол кезде олар бізді қазақ екенімізді біліп келіп амандасып жатады. Кейбіреулер жаңағы тілектерін айтып жатады. Кейбіреулер жаңағы саяси тұтқындардың да танитындары бар болып шығады. Кейбіреулері осы соңғы пикетімізде бір топ жігіт келіп, осы мына адамды мен танимын деп танимын, мынау осы 7 рет әлемнің рекордын жаңартқан адам түрмеде тұрған деп оны білетін болып шықты бір жігіттер. Енді кейбіреулер енді жаңағыда басқа саясатпен айналыспайтындар, кейбіреулер білмейтіндер де бар енді. ондай. Жалпы осы жеріміздің бәрінде осы кішкене көзін ашуға тырысамыз, немізді жеткізуге тырысамыз. Мен қайталап қысқаша айтып кетейін. Делитесь, пожалуйста, эфиром, ставьте лайки, давайте достигнем целей, которые здесь мы поставили. Вчера у нас очень много розочек было, поэтому сегодня давайте мы еще где-то минут 20-25 побудем в эфире. Наши гости очень увлекательные истории рассказывают. Даже не приходится вопросы задавать, потому как сами под впечатлением сидим, слушаем с удовольствием про жизнь в Европе, в Польше в частности, про то, как они были спикерами на конференции ОБСЕ, причем оба, и говорили очень правильные вещи. Они видели, как представители этой гнилой власти пытались отбеливать нашу власть, показывать, как будто в Казахстане есть некая демократия, как будто здесь новый Казахстан. С какого Казахстана они приехали, непонятно, да? Мы все живем в этом Казахстане и знаем о ситуации здесь и что происходит. Саламатсыздар, Кейшаров, Баршанзга. Очень здорово, что вы все здесь присутствуете, лайки ставите, подарки мы видим. Огромное спасибо. Просто иной раз не хочется перебивать наших спикеров. Олар қазақша сөйлеп жатыр, қазақша да, орысша да, поэтому здесь подобные вещи мы не различаем, и мы бывает задаем вопросы и на русском, и на казахском языке. Им удобно говорить и пояснять на казахском, они так и делают. Поэтому, ну, как правило, большинство это либо те, кто не понимает ситуацию вообще в целом, да, о политике, что дело не в языке, ну или это те, которые работают на власть, такие нурботы, которые продвигают подобные темы и пытаются увести эфир куда-то в другую сторону. Поэтому жалғастыра Бекболат Ешенғазы. Я еще коротко скажу, никого подключать в гости не буду, поэтому не отправляйте даже приглашение. Я вижу, что тут отправляют, не буду подключать, потому как у нас сегодня можете писать свои вопросы, и мы будем их озвучивать. Кешіріңіздер. Жалғастыра беріңіз. Енді бізде мынау көбінесе Европадан Қазақстанды ойлап отырамыз ғой, сондықтан мына политика, ол саясат, бұл любой үйге келеді. Сондықтан жас демей, орта буын демей, бәріміз саясатқа араласуымыз керек. Бұл жердің елдері бәрі саясатқа араласқан. Мысалға мұғалім бірінші класстағы сен сабағыңды да оқымай келдің деп қатты айтса, сол бірінші класстағы бала шешесіне айтса, сол шешесі елек мына WhatsApp-қа или неге Twitter'ға жазып жерсе, келесі күні 1 миллион адам площадьта тұрады. Ана балаға, ананың мұғалімі осындай қатты айтты деп. Демократия до того күшті бұл жақта. Сонда бір қатты сөзге шығады алаңға бұяқта. Сондықтан бізде мына қатты қиын болып жатыр жағдай. Бәрі қымбаттап жатыр. Соны білуіміз керек. Ол біз той деп жүре бермеуіміз керек. Уақытты өткізмеуіміз керек. Біздің байлығымызды қазір тонап жатыр басқа ұлттың елдері. Бізге жер байлығынан түсіп жатқан ешқандай не жоқ. Сондықтан мына
билік бізді қысып жатыр үндемеген сайын. Соны шығып айтуымыз керек. Бәріміз бірігіп, нағыз біз осындай қиын өмірде сүріп жатырмыз деп. Бұйырды средний зарплата где-то 2-2,5 мың евро. Ол считайте 1,5-2 миллиона они по нашему тенге получают. И когда неделю мы вот ходим в французский магазин, Ашан называется, мы берем где-то на 200 злотых, это примерно 70-80 долларов продукты на неделю берем. Они на 1000 долларов берет, полная коляска полная. Поэтому они делают везде демократия, везде хорошо. Они где-то что-то, даже слово в Конституции примут, они все выходят, все аполитичный народ. И живут хорошо. И красиво одеваются, все вот эти брендовые одежды, ездят у них машины все новые. И они спокойно на кредит на 2-3% берут машины, проблемы нету. Бізге тойды қою керек, мына елді жерді ойлау керек, саясатқа араласу керек. Саясат маған қажет емес, мен ол мына қазіргі отырған орта буынды бизнесмендер соларға ой мен бизнесім бар керек емес. Сендер саясатқа араласуға қорқсаңдар, мына белсенділерге донаты жасаңдар, көмектесіңдер. Баяғы Алаш орденсі 100 жыл бұрын бәрі байдың балдары болған. Сол байдың балдары елді ойлаған. Сондықтан біз қазір осындай халде отырмыз. Сол кезде біз 7-ші орында болғанбыз Қазақстан дүние жүзінде. Мына орыстар келіп революциясын жасап 70 жыл мына Советский Союз тұрды. 30 жыл мына ұры билік тұрды. Содан біз 9-ші орынға кетіп қалдық. Байлықтың бәрі сыртқа кетіп жатыр. Сол үшін біз араласуымыз керек. Каждый адам политикаға араласу керек. Ертең үйіңдегі бала жылап жатса ауқат бер деп, сен оған айтамайсың ғой үйде жоқ деп. Сол үшін саясатқа араласаң, мына байлық, зарплата бәрі көбейеді. Біз ана газ елу деген кезде біз 100-ден төмен түсіре алмаймыз деген билік. Ақтау, Атырау шығып, Алматы қолдап еді, сразу 50-ге түсті. Міне сондай болуымыз керек. Бәріміз Атырау болсын, Ақтау болсын, Жаңаөзен болсын, қай облыс қиналып жатса, сол жақты қолдауымыз керек. Сонда билік артқа шегінеді. Билік ол біздің слуга народа. Мына елдің, жердің қожайыны, мына халық, соны суымыз керек. Мына конституция 200-ақ теңге тұрады. 200 теңге любой кітап сататын магазинге барсаңыздар, 200 теңгеге конституция деген нені сатып аласыздар. Соны оқыңыздар. Соны оқып талап етіңіздер. Біз, например, үйге милиция келсе, есік жауып қорқамыз. Есікті сыртында күтіп алу керек. Мына белсенділер біледі, айтады халыққа заңмен. Сол үшін олар белсенділерден қорқып артқа шегінеді. Біз сол бәріміз конституцияны оқып, қазақтың мына ата заңымызды білсек, біз өте мықты мемлекет боламыз. Сол заңды, ата заңымызды білмейміз. Мына нені талап еткенді білмейміз. Соған біз көңіл бөлуіміз керек. Ой, анау мынандай, ой, мынандай дегенді қою керек. Сені қорқасың ба? Мына белсенділерге ақшалай, қаржылай көмектес. Қолыңдағыны сал, кейін ертеңгі күні мына билік жақсы өмір сүрсе, сен далада қалмайсың. Солар белсенділер еске алады соның бәрі. Сондай айтқым келеді мен. Біз бұяқта Құдайға шүкір, мына шет елде тұратындардың бәрі жағдайлары жақсы. Біз тауып жатырмыз, өз өмірімізді сүріп жатырмыз. Например, мен 62-ге келдім, мен жұмысым бар, Құдайға шүкір. Мен мына жерде жақсы өмір сүріп жатырмын. Мен бұяққа Қазақстан маған не керек? Мен, например, отпускамды алып барып, Швейцарияға барып демалуға кетіп, Америкаға или Австралияға барып демалып келсем, жағдайым бәрі позволяет. Менің мына жүрегім Қазақстан деп соғып жатыр. Маған Қазақстанда ана жақта Марат Жалынбаев ертеңгі күні ана ауырып қалды ма, денсаулығы қалай болды деп соған переживать етіп жатыр мен. Сол Қазақстан үшін, сол бауырларым үшін. Марат Жалынбаев та ол знаменитый жігіт. Ол жүгіріп, мына Қазақстанды бірінші рет 94 жылы әлемге әйгілі Қазақстан. Қазір Димаш Құдайберген құсап Қазақстанды дүние жүзі біліп жатыр. Сол сияқты Марат Қазақстанның дүние жүзіне көрсетіп, Қазақстан елді деген таныстырған. Біз бірінші мен Европаға 2002 жылы кетіп қалғам. Сол кезде Қазақстанды картадан
білмейді ешкім. Қазақстан деген мемлекет бар екенін білмейді ешкім. Біз СССРді айтсаң, сол кезде біледі. Сөйтіп біз айтамыз, чайны узнаете деп, да, чайны узнаемыз дейді. Возле чайны есть Республика Казахстан деп біз таныстырғанбыз. Сонда сол секілді біз араласуымыз керек бәріне. Бұл біздің мемлекет, біз егесіміз осы елдің, жердің. Сол үшін белсенділерге көмек беру керек. Біріншіден белсенділер ол қарды тойғаннан жүгіріп билікке қарсы шығып отқан жоқ. Не болмаса анау джипқа мініп жүріп, мен белсендімін деп айқайлап жүрген жоқ. Олардың бәрінде жүрегінде мына еліміз, отанымыз ертең не болады деп соған жайнашып жүрген жігіттер. Бұларды қолдаңдар, мен халыққа айтып отырмын қазір. Особенно мына бізде байлар көп. Сендер қорқсаңдар, любой не жағдаймен көмек беруге болады. Сондай көмектеріңді жасаңдар. Біз, например, мен қолымнан келетінім, біз Европада. Біз мына Европа билікке, Европа парламентке, демократический елдерге біз айқайлап жатырмыз. Осылай болып жатыр бізде. Бізді жоғары жақтан барып комиссия жіберіңдер. ОБСЕ-ден, Европа парламентте айтыңдар. Оннан ана Маратқа 18-ші немен босатыңдар деп айтты. Тоқаев соны орындамай отыр. Соны айттық біз. Сол статьяны қайтадан қозғаңдар, Маратты шығарыңдар деп. Әр белсендіге біз каждыйын сызып тұрып көрсетіп жібердік сояқа. Ертең күні результат болсын деп. Енді былтыр өзбектің белсенділері солай жазған екен. Биыл уже өзбектің представительдері уже басқаша сөйлесіп жатыр. Енді Құдай қаласа бізде жазуын жазып жіберетін жерге жібердік. Енді Құдай қаласа Қазақстанға да сол енді белсенділерге жеңілдік болады деп ойлаймыз. Осы біздің айқайлап жүргеніміз. Жақсы жағдай болса, Солай неге біз- өздерің көмек жасамайсыңдар дейді. Енді сендерге отчет берсін біздің көкелеріміз қазір, қандай не жасап жатқанын. Өздері қазір конференцияның өзінде қатысып, уже үлкен көмек ол. Сендерге айтайын. Үлкен көмек ол. Сендер Біз жай мына- үшін жазып отырасыңдар, ана нелерде, диванда отырып, неге былай істемедіңдер, неге осылай істемедіңдер. Олар реальные действия делают. Они что-то делают для того, чтобы хоть как-то продвигать интересы народа, для того, чтобы Казахстан хоть немного начал меняться к демократии, чтобы люди видели, простые обычные люди видели, что қарапайым халықтың, қара халықтың біреулері Европада жүріп, қорықпай конференцияға, ОБСЕ-ның конференцияға кіріп, өз пікірлерін айтты. Поэтому здесь говорить о каких-то подобных вещах просто в голове не укладывается, когда люди начинают вот подобные вещи говорить, типа не өздерің көмектеспейсіңдер, көмектеседі көбісі. Сендер ондайды көрмейсіңдер просто. Өздерден бастаңдар. Бірлік бірден басталады, өзінен бастауың керексіңдер. Эльвира наконец-таки присоединилась к нам. Эльвира, добрый вечер, кеш жарық. Саламатсыздар ма? Қайырлы уақыт болсын. Иә, біздің жерлестерімізге Ешенғазы Бекболат аға, қалдарыңыз қалай? Жақсы, Жақсы, Құдайға шүкір. Сіздердің қалдарыңыз қалай? Сіздер аман болыңыздар. Бізде бәрі ойдағыдай, бәрі керемет. Оның үстіне сіздер бізге одан сайын үлкен рух, күш бересіздер, өздеріңіздің қолдауларыңызбен. Шетелде жүріп, жұмыстарыңызды тастап, өте қымбат уақыттарыңызды бөліп, осы Қазақстандағы болып жатқан заңсыздықтарды ОБСЕ-де отырып, конференцияда айтып, жеткізгендеріңіз үлкен ол жұмыс Қазақстанның халқының бостандығы үшін. Бірінші орында сол үшін сіздерге алғысымды білдіргім келеді. Және де көп көмек болды. Қазақстан азаматтары көріп жатыр. Сіздердің үндеулеріңізді жаңа Польшадағы конференция кезінде басқа мемлекеттің өкілдері де тыңдады. Сондықтан әрбір айту керек. Ең бастысы үндемей қалмау керек. Айтып, ақыр аяғында біз мысалға артқа шегінсек 5 жылда не болды? Қазір 5 жыл өткеннен кейін не болды да? Нәтиже және де өзгерістер бар. Және мына режимнің соңы тақаған кезде бұл режим одан сайын қатты қысады белсенділерді. Бұл керісінше өзгерістің келуіне аз ғана уақыт қалды.
сондықтан бәрі ойдағыдай ешқандай да шегінбейміз, тек қана алға дейміз. Біздің қолымыздан бәрі келеді. Ең бастысы өзіміздің мына санамызда тұрған ойды, санамызда тұрған мақсат тұрған жүзеге асыру керек. Негізі сіздерді үйіп тыңдап отырмын, былай жүріп жұмысын істеп тыңдап жатырмын да, өте орынды сөздерді айтып жатсыздар. Өткенде сіздермен таныстым ғой енді мен. Сіз қайдан боласыз, қалай жалпы белсенділік жолына келдіңіз деп сөйлестім, айтып берген боларсыздар. Бірақ бүгін эфирге кештеу қосылғаннан кейін мен естіген жоқпын. Негізі мен де ойлаймын, кез келген біздің көрермендерге сіздердің жалпы осы саяси жолға, оппозициялық Алға Қазақстан партиясына келу жолындағы тарихтарыңыз, жүрген жолдарыңыз қызық, білу қызық деп ойлаймын. Оны да қысқаша айтып берсеңіздер, өз өмірбаяндарыңызды. Мен уже 2017-тен бастап мына саясатқа бел буып кірістім. Оның алдында да мына Қазақстанда болып жатқан заңсыз нелерге қатысып айтып жүргем. Кейін қатты кірісіп, не қылғаннан кейін митингқа шыға бастадым. Енді біздің қалада қатты қысқаннан кейін мен басқа қалаларға шыға бастадым. Алматыға барып көп шықтым митингқа. Енді митинг 18-ден бастап басталды ғой, содан бастап шыға бастадым. Сонда Алматыда мені білмейді, ұстамайды, содан келгеннен кейін уже әр облыстың өзінің нелері болады екен, сол уже облысқа келгенде облыста қыса бастады. Содан мен Ақтауға кетіп қалдым, Жаңаөзенде шықтым. Жаңаөзенде маған тоже қысым көрсетті. Ол жақта да әр белсенді жүрген адамның ішінде бір адам болады екен, сен туралы жеткізіп тұратын. Ол жақтан да жеткізіп тұрды. Ол жақтан қашып Астанаға кетіп қалдым. Астанадағы белсенділермен жүріп, содан кейін бана 20-шы жылы Дулат Ағаділдің үйін соққанға көмектесіп сөйтіп жүрдім. Ол жерде 8 августта 20-шы жылы асар беріп болғаннан кейін, одан бір аптадан кейін тағы да қудалау бастады. Одан қудалап, енді олар бізді енді қатты қысты. Көп адам белсенділіктен кетіп қалды. Енді қалғаны аз болып қалды. Содан кейін бізде имуществоны конфисковать ете бастады. Енді барлық түрме қысты. Содан амал жоқ, кетуге тура келді. Содан мені Германияның консулына бардым, олар отказ берді. Содан кейін Польшаның консульствосына бардым, олар отказ берді. Содан кейін Венгрияның консульствосына бардым, солар маған виза қойып берді. Содан осы жаққа келіп, осы жақтан өзім белсенділігімді жалғастырдым. Содан кейін мына Атыраудан 1 жыл болған екен келгеніне, Бекболаттың несін қарап отырам постоянно телефондан. Содан Бекболатты Варшаваға шақырдым. Варшавадан екеуміз осылай қазаққа қалай көмек жасай аламыз деп. Біздің ана бір лидеріміз бар, ол айтқан, мен жалғызбын, мен сияқты 1000 адам шықса, біз жылдам мына билікті өзгертеміз деп. Сонда әр адам өзінің жүрген жерінде қолдан не келеді, соны істеу керек деді. Мен Бекболатқа айттым, біздің қолымыздан келетін осы. Мына жерде митингқа шығайық, бұл жерде свободно шығамыз. Қолымыздан келген бір тиын артық қалса, сол тиынды жіберейік қиналып жатқан белсенділерге деп. Аттарын атамай қояйық, енді қолымыздан келгенін жасап жатырмыз. Осы апта сайын мына Марат Жалынбаевқа не қылдық, американский консульствоның алдына бірінші шығып, сонда пикет жасап не қылдық. Онан кейін площадьқа шығып не қылдық, специальный хаттарды дайындадық сол консульствоға өткізуге. Осындай жағдай болып жатыр, қарастырыңдар, біздің билікке мына сіздермен договорларды нарушать етіп жатқан үшін санкция қолданыңыздар деп. Содан кейін мына жақта белсенділермен танысып, олардың советтерін естіп, мына ОБСЕ-ге қатыссаңдар, сендер Қазақстанға көп жардам бере аласыңдар деп. Содан 3 ай бойы ОБСЕ-нің сайтымен бізге олар осындай анкетаны толтыру керек болады. Оны ағылшынша келеді, оны қазақшаға, орысшаға переводтау керек. Переводтап болғаннан кейін оны жібереміз, ол жақтан қайттан келеді. Вы одобрены, теперь заполните этот
вопросы деп ол сұрақтарына жауап береміз. Сөйтіп біз регистрацияны өттік, екеуміз де бәріміз бәрі не қылып қатысқан келгенде ол жерде тағы регистрация өттік, для выступления тағы өту керек. Оның өту жолы өте қиын, 1700 адам қатысқан, соның 40 бір күнде 60 адам выступать еткен. Оны бірінші 40 адам бірінші основной список, 20 адам дополнительный. Ол кезде сол 40 адам үлгеріп, уақыт қалса дополнительныйлар шығады, үлгермесе дополнительныйлар шықпай қалады. Сондықтан біз енді основнойға бір-екі рет іліндік. Ояқта интернет 1.15-те регистрация басылады, интернет істемей қалады. Содан интернет істеген кезде қосылып отырдық. Сол жерде өзіміздің ойымызды енді барынша Қазақстандағы жеткізуге тырыстық. Қолымыздан келген Европадан Қазақстанға енді бәрін жасап жатырмыз. Енді мына біздің ұры биліктің тыққанының бәрі Европада ғой, яхтылар бар. Кеше бір бизнесменнің олигархтың яхтысын көрсетіп жатыр, 100 метр ұзындығы. Ой, мынау казахи деп. Солар қаяқтан алды? Сол халықтың ақшасы. Соларды әшекерлеп көрсетіп, сол біздің билікке санкция салдыру әрекетін, что мына Украинаның соғысына көмектесіп жатыр. Сол жағынан көмектеспеу жағынан соның бәрін ашып жеткізіп жатырмыз. Что Қазақстан это Россияның сырьевой базасы деп. Украинаның нелері болды, представительдары, крымский татарлардың представителі болды, Туркменияның представительдері, соған бәрінің телефондарын алып танысып, правозащитниктармен кейін Құдай қаласа не қылса, осындай эфирге оларды да шақырамыз, олардың да өздерінің айтқандарын нелерін естісеңдер болады. Өте үлкен яқта бұл биыл бірінші рет оппозиционный партиядан 3 партия қатысты, ДВК, Алға Қазақстан и Атажұрт. Бұл оппозиционный партия енді бұл обсе білді, Қазақстанда да оппозиция бар екен, бірақ үнін шығармайтын, бияқа жеткізбейтінін, соның бәрін біз жеткізіп айттық. Енді олар уже біз, как екінші жылы, уже біз автоматически регистрацияда тұрамыз, и Құдай қаласа Қазақстаннан кеп қатысса болады. О жағын біз жасап, бәрін алдағы уақытта бәрін айтамыз. Иә, әрине бұл жерде сөз айтып өзіңіздің жаңағы конференциядағы ойыңызды білдірудің өзі жай ғана барып сол жерде айту ғана емес қой. Ол жерде қандай да бір қолдау көрсету керек халық, дұрыс па? Сіздер мысалға Польшада, Варшавада болғандықтан өздеріңіз барып сол жерде қолдарыңыздан келгенін жасадыңыз. Жаңа айтып кеткендей, Қазақстаннан көп адамдар баруға болатын еді, иә? Нақты халықтың жоқшылығын, халықтың талабын, халықтың наразылығын жеткізе алатын. Әттең біздің Қазақстанның ішінде құқық қорғаушыларға арналған жаңағындай қаржылай көмек деген жоқ. Жалпы біздің билік біздің құқық қорғаушыларды қаржыландырмайды, иә? Қаражат жоқ жіберетін. Бірақ Тоқаевтың қуыршақтары омбудсмендерге, басқа да режимнің өкілдеріне қаражат бар. Ол қаражат, ол біздің қаражат қой. Біздің салық, халықтың ақшасы. Вот соған біздің халық сол адамдарды, Тоқаевтың адамдарын, сол Польшаға ұшырады, олардың жаңағы жататын жайына, ішетін тамағына бәріне біз төлейміз осы бюджеттен ақшаны, и отырамыз да солардың өтірігін тыңдап отырамыз. Ой, Қазақстан жас демократия, Қазақстанда әлеуметтік жағдайды жақсартуға байланысты жұмыстар жүргізіліп жатыр. Ой, Қазақстанда митингілерге ешқандай да ескерту бермей, Конституция заңы бойынша Қазақстан халқының құқығы бар деп айтылады. Көрдіңіздер да Ластаев қайтып қалай айтқандығын. Сіз көрдіңіз, айттыңыз, до той степени адамның құсқысы келеді деп өтіріктерінен. Міне, сондай адамдарды біз өз қаражатымызға жіберіп отырып, сол өтірікті тыңдап, өзіміз Қазақстанда отырып қиналып отырмыз. Сондықтан халық түсіну керек та, кімге, қаражат қайда кетіп жатқандығын. Қаражат ол үлкен ресурс ол. Сол ресурстар жаманшылыққа кетіп жатыр ма, әлде жақсылыққа кетіп жатыр ма? Әділдікке кетіп жатыр ма, әлде әділетсіздікке кетіп жатыр ма? Соны халық қадағалап басқару керек.
Және сіздер айтып едіңіздер, Ешенғазы аға, Алматыда болдым, сол кезде Марат Жыланбаевтың туған күніне орай 23 жылы жүгірдік деп айтып едіңіз. Сол жүгіру акциясына қатыстыңыз, және де құжат тапсыру акциясына қатыстыңыз Алғастан партиясынан. Сол кезде мен үшінші рет тапсырған кезде Алға Қазақстан партиясының сүйерде қатыстым. Ол кезде Жасарал Қуаншалин болды. Ол кезде бір 30-40 адамдай тапсырдық документтерді. Содан документ тапсырғаннан кейін біз бәріміз отырып сүйерде бір 20 минуттық конференция сол жерде сөйледі. Енді ол кезде мен белсенділермен былай жақын сөйлесіп, танысып, жағдай айтатын не болған жоқ. Қатысуға енді сол мына өзіміздің партияны тіркеуге келіп, сонда ниетпен келгем. Кейін сол партияның таныс жігіттері айтты, сен сонау жақтан келіп не қылғанша біз қазір енді басқа түрін қолданамыз. Сол жерде юстицияның алдында шығып, біз осындай Алға Қазақстан партиясын тіркесін деп шықсаңдар, соның өзі жеткілікті. Сондай дауыспен бізді қолдасаңыздар болады деп сондай не айттыз. Солай біз өз облысымыздан шығып тұрдық. Ол жерде де бізге шығатын уақытына 12-де деді, сол уақыттарда 11-де деді. Сол кезде, сол шығатын кезде олар бәрі гражданский киініп бізді алып кетіп тұрды, шығартпай. Енді қысым қатты бізді. Қазақстанды тіркеу жағы. Енді сол әр облыстың, біздің облыста сондай қатты қысым болды. Сөйтіп, даже сондайға да шығамадық кетті. Рахмет. Енді Марат Жалынбаевтың несіне 23 жылы біз қатыстық. Мен специально Алматыға бардым. Сол жерде белсенділер болды, Бибігүл болды. Ана кісі бәріміз бірігіп жүгірдік. Сол жерде қатыстым, өзім видеоға түсіріп алдым. Сол жерде де қысым көрсетті. Биліктің адамдары тұрды, микрофонмен айқайлап, сендердің жасап атқан акцияларың дұрыс емес, осындай заңды бұзып атсыңдар деп. Бірақ енді алдымыздан полиция шығып жапқан жоқ. 1 километрлік символдық жүгіріс болды. Алматының сол стадионын бір айланып өттік. Жүгіріп, сүйерден Мараттың босатуына арнап, сондай забег жасадық. Ол кезде бүкіл Қазақстан бойынша объявить еткен, осындай забег болады, 1 километрлік деп. Содан енді мен өз облысымнан шығамайтынын біліп, Алматыға келіп, Алматының белсенділерімен бірігіп шыққам. Бірге болдық қой. Сондай акция. Нұрбол Кешарық. Армысыздар, барлығыңызға сәлем. Қалдарыңыз қалай? Кеш жарық, Нұрбол. Қайырлы кеш. Нурбол Нерхан, недавно на Нурбола было заведено дело административное, на него подавали в суд, потому как он защищал интересы и права рабочих одного из предприятий в их районе. Он не был участником этой забастовки и пикета, он был тем, кто освещал это дело, и сейчас на Нурбола был суд, где суд принял решение о том, что Нурбол не виноват, но вторая сторона, они подали апелляционную жалобу, и Нурбол сейчас вкратце расскажет, но если есть какие-то вопросы к Ешенғазы и Бекболат, Нурбол, пожалуйста, сөз саған. Барлығыңызға сәлем тағы да, кеш жарық. Бірден айтып кетейін, лайк басып эфирді таратып отырыңыздар, көп адамдар білсін. Бізде Қазақстанда бір қалыптасқан бір қателік бар ғой біздің азаматтардың. Мына жүйені мықты деп ойлайды бәрі. Жүйе мықты, қазір бірдеңе айтсам, аузым жауып тастайды, жұмыстан шығарып жібереді. Сол біздің үлкен қателігіміз. Қазақстанда 20 миллион халық тұрады. Егер саналы түрде оппозицияны қолдап, бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып әрекет ететін болсақ, мына жүйенің қаншалықты әлсіз екенін дәл өз көздеріңізбен көресіздер. Біз оны шындық болғасын айтып жүрміз ғой, жүйе әлсіз деп. Біз оны нақты білеміз. Ішінде жүрміз, соттарын көріп жүрміз, полициясын көріп жүрміз. Барлығын өз көзімізбен көріп жүрміз. Сондықтан
білгендіктен айтамыз. Иә, жақын арада Солтүстік Қазақстан облысы Бірлік ауылы, бізде Ғабит Мүсірепов ауданы деп аталады. Осы жерде иә, ТО ЕС Global Agro деген жұмысшылар өздерінің талаптарын айтып, забастовка дейді ғой, соған шыққан болатын. Мені шақырды, осы видеоға түсіріп талаптарымызды айтып, әлеуметтік желіге жариялап берсе. Мен қуана келістім. Сондықтан олардың талаптарын жазып алып, әлеуметтік желіге жариялаған болатын. Билік сол жұмысшылардың талаптары қарапайым, жалақылар төленсін, жерге пай дейді, жаңағы соның қарапайым бір күннің ішінде орындайтын талаптар. Бірақ Global Agroның басшылығы да, әкімшілікте, билікте олардың тараптарын орындамай, тіпті алдарына бармағанда. Мен әлеуметтік желіге жариялағаннан кейін 30 жылда келмеген Ғабит Мүсірепов ауданының әкімі келіп жауап берген болатын. Қазіргі таңда билік маған қарсы 456 бап 4-ші тармағы бойынша әкімшілік іс ашып отыр, жалған ақпарат тараттың дейді. Ашуын ашып алды, бірақ қандай айып тағатынын білмей жатыр. Маған қарсы ешқандай дәлелі жоқ, қандай әкімшілік құқық бұзу жасағанын білмейді. Сөйтіп Ғабит Мүсірепов ауданы соты мені ақтаған болатын. Ешқандай әкімшілік бұзу жасаған жоқ. Яғни бұл таза билік тарапынан саяси қудалау, жұмысшылардың шындығынан көріп, одан қорқып, бүкіл Қазақстан халқы жұмысшылары, халқы талап ете бастаймы деп қорқып, маған қарсы саяси іс ашып, бұл биліктің жалғыз ақ мақсаты бар, қорқыту, адамдарды бас көтертпеу, құқығын талап етпесін, тыныш отырсын, айлығын алып, отбасын асырап, тыныш жүрсін деген мақсатпен орындап жатады осындай саяси қудалауларын. Қазіргі таңда апелляцияға берді. 23 қазан күні тағы сот болады. Сондықтан мен барлық Солтүстік Қазақстан облысына, әсіресе Ғабит Мүсірепов ауданы, Жаңесіл ауданы, Бірлік ауылының халқын осы ашық сотқа шақырам. Бірақ маған қарсы ештеңе жоқ. Ешқандай дәлел, ешқандай видео, жалған ақпарат деп айтады, бірақ қандай жалған ақпарат, ондай жалған ақпарат жоқ барлығында. Анда көбінесе жұмысшылардың талабы болды, басқа ешқандай жалған ақпарат жоқ ол жерде. Иә, көрдік, Нұрбол, сіздің сотыңызға қосылдық. Біз басқа қаладан болғандықтан видеоконференция Zoom арқылы қосылдық. Және де сіздің ауыл, Бірлік ауылынан, яғни Новоишимка ауданының судьясы сізді толық кінәсіз деп тапты. Алайда жаңағы күзетші қайттан апелляциялық сотқа шағым тастап, енді апелляциялық сот Петропавловск қаласында болады деп жарияланды. Сіз енді бізге біз қосылу үшін міндетті түрде Zoom-ға сілтемесін жіберетін шығарсыз. Оны сұрайтын болам, міндетті түрде. Иә, 23 күні Конституция көшесі 3-ші үй сағат 10:00 деп хабарлама жазылды. Иә. Менің ойымша билік сотта жеткілікті адам келмегенін көріп, апелляцияға беріп отыр, және осы жолы мен жапқысы келіп отыр, менің білуімше. Қазір өздеріңіз білетіндей оппозиция шеруде жариялады ғой, соған қарсы мені жауапқа тартуы мүмкін, жалған айыппен. Бірақ оларға маған қарсы ештеңе жоқ, биліктің бұйрығымен. Таза бұл саяси қудалау ғой. Сондықтан адамдардың қолдауы өте маңызды. Бұл сотта оңай жеңіп шығуға болады негізі. Себебі маған қарсы таза заң бойынша алатын болсақ, маған қарсы ештеңе жоқ. Но мы, как всегда, отталкиваемся от плохого, надеемся на лучшее, поэтому как бы настрой у нас все равно боевой, и бороться необходимо, и мы им не будем давать возможности для того, чтобы им было легко нас сажать. Поддерживайте Нурбола. На экране номер Каспи, это номер Айгуль Токпаевой, это жена политзаключенного Айдара Сыздыкова. Очень важно помогать политическим заключенным, потому как необходимость есть, чтобы адвокат каждую неделю ездил, хотя бы раз в 2 недели. Это тоже какие-то затраты.
Адвокат стоит денег, поездка стоит денег, это другой город, это занимает целый день, это нанимать машину нужно, но это также и питание, в общем, очень много расходов, которые происходят за то время борьбы, пока происходит. Вот происходят политические суды, людей сажают на 10-15 суток, это собирать посылки, это собирать передачки им, это какие-то необходимые вещи. А для того, чтобы участвовал адвокат, это тоже опять-таки какие-то средства, поэтому очень важно помогать и продвигать подобные эфиры. Если есть вопросы для наших гостей, и милости просим. Нурбол, қонақтарымызға сұрақтарың бар ма? Варшавада болған ағаларымыз неде конференцияға, ОБСН конференцияға қатысқан екеуі де. Я естідім, көрдім. Нурбол, скажу как есть, тебе никто не поможет, лучше уехать за границу. Здесь комментарий пишут, я коротко отвечу. Вы ошибаетесь, с самого начала рабочие были со мной, они сразу, после как полицейские пришли ко мне, там, сразу пришли поддержать, в суд тоже пошли они, и полиция района Габита Мусрепова их не пускала в открытый суд, заявляя, что это якобы закрытый суд, что является грубым нарушением закона и конституции. Но рабочие, к сожалению, допустили ошибку большую. Они не сняли на видео этих полицейских, к сожалению. Не знаю, почему не сняли, это я точно не могу ответить, но факт, что не сняли. И просто ушли. Они не то, что ушли, на улице ждали, возле суда, возле здания суда ждали. Их просто не пустили на открытый суд, что является грубым нарушением их конституционных прав. У нас полицейские так работают чисто по приказу, что нарушает. Хотя закон о внутренних дел полиции позволяет не исполнять незаконные приказы. Есть такой специальный закон для них. Кажется, они об этом не знают. Есть норма закона, да. Такой закон есть. Но выполнение Поэтому преступных приказов тоже несет за собой определенную ответственность, и они должны об этом знать. Даже те, которые исполняли приказ стрелять в собственный народ без предупреждения во время Кантара, да, это уже есть ответственность перед народом, перед людьми, перед законом о том, что они выполняли незаконный приказ. Да? Ну, вернемся к нашей теме, к нашим гостям. Эльвира, у тебя есть еще какие-то вопросы, ағаларға? И, может, ты много пропустила, мы здесь очень интересную беседу вели. Иә, мен негізі тыңдап жүрдім, шаруаларымды жасап, тыңдап, өте қызықты Польшадағы жағдайлар, Польшаның саяси жағдайлары туралы, экономикалық, бизнес, көп тақырыптар қозғалды. Мен ойлаймын, бұл енді біздің алғашқы эфир ғой бұл сіздермен. Бұндай эфирлерді жиі жүргізіп тұрамыз сіздермен, себебі сіздер дәл қазіргі таңда Польшаға біздің жалғыз Қазақстан азаматтарсыздар, осылай саяси тұтқындарды қолдап, плакаттарыңызбен шығып, айтып, бүкіл халықты оятып жассыздар, ана жақта жүрсеңіздер де. Сондықтан сіздермен үнемі біз байланыста боламыз. Көп рахмет айтқым келіп отыр. Сіздерге де рахмет. Сіздерге де рахмет. Осылай белсенді болып Қазақстанда біздегі сондай Қазақстан большая тюрьма дейді ғой, сол тюрьманың ішінде жүріп, билікке біздің Қазақстанның конституциясын, заңын беттеріне басып тұрып айтып, сол үшін күресіп, олардың заңды таптап жүргенін өздеріне айтып жеткізіп атқаны. Олар енді бұлай көп отырмайды, халық енді көріп жатыр. Бұл билік все равно міне қазір планетада халықтар оянып, мына неғып осы биыл 2-3 айдың өзінде қанша мемлекет демократияға қарай ауысып кетті. Біз ойламаған вообще неграмотный мемлекеттер, мына Мадагаскар деген жақында сөйерде демократия орнап, митингіға шығып ауысып кетті. А біз Қазақстан продвинутый, орысша, қазақша, заңды білетін, бәрі Қазақстанның көбісі мына средний специальный институт біткен жастар, олар енді бәрі көздері ашық, Қазақстанда не болып жатқанын біліп отыр. Мен ойлаймын, бұл ұры билік алысқа бармайды, потому что сіздер тұрғанда, сіздер осы заңды бәрін жерлерде біздің ата заңымызды айтып, еще мына алға Қазақстанның бірінші қабылдаған несі 93 жылғы
өзіміздің демократиялық заңды бірінші болып тіркесе қолдаймыз, сол конституцияны талап етеміз деп отыр. Сол конституция қолданса біз өмірімізде бәрі де жақсы болады. Сондықтан мына жастарға, орта буынға айтатыным, мына белсенділерді қолдаңдар. Белсенділер ол Қазақстанның айнасы. Бұлар көрсетіп тұр Қазақстанда не болып жатқанын. Мына ол ұрының түбі қуыс дейді. Олар ұрлайды, чемоданда отыр. Олар қашады да кетеді. Қазақстанда қалатын біз, мына полицейлер, прокуратура, соттар, сендер ертең күні қаласыңдар осы жерде кредиттарыңмен сөніңгейді қара бет болып мына халықтың алдында. Сондықтан халықты заңды шатастырмаңдар, заңды орындаңдар, оқыңдар заңды. Жоғары жақтың берген заңдарына өздерің конституцияны көрсетіп, құқықты бұзбаңдар. Бұл ел ертең күні елдің бетіне қарайсыңдар. Ертең күні У меня повис эфир или у всех подвисло? Ол кісіде байланысы өшті ғой деймін. Ну, понятно, ну. Дұрыс айтып жатыр. Біздің Қазақстанда. Мен айтамын да, біздің Қазақстанда түрме емес, біздің басымызда түрме. То есть адамның, әрбір азаматтың басында түрме. Сол түрмені алып тастасақ, біз еркін өмір сүреміз. Да, ну, раз уж у нас и технические проблемы возникли, и, в общем-то, и по времени мы уже чуть больше сидим, чем планировали. Интересная была беседа, правда, очень здорово, когда есть такие люди, которые выходят, говорят, продвигают правду, которые говорят на международной арене, да, я опять-таки повторюсь, это обычные казахские дяденьки, Қарапайым жұмысшылар, Қарапайым қара халықтың біреулері, которые пришли на конференцию и рассказали всем, показали о том, что любой человек может зайти, любой человек может подготовленно выступить, любой человек, его не остановят, его не выгонят, и у него не отберут телефон, не нападет ОМОН, не будут сажать его на 15 суток, а дадут возможность ему высказаться, его выслушают и дадут все необходимое для того, чтобы он продвигал интересы Казахстана, демократии, в общем-то, оппозиционного движения, которое сегодня есть. На экране номер Каспии Айгуль Тохпаевой, это супруга Айдара Сыздыкова, она здесь присутствует. Сегодня больше говорили наши гости, поэтому мы дали им возможность высказаться. У них очень много информации, которая накопилась, и это здорово. Рахмет всем, всем огромное спасибо. Свободу всем политзаключенным, свободу Марату Желамбаеву, свободу Айдару Сыздыкову и всем остальным. Барлық саяси тұтқындарға бостандық талап етеміз. Алға Қазақстан. Алға Қазақстан. Алға Қазақстан.